Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы. Бүгін мен осы видеороликта сіздерге қалқанша без ауруының симптомдарын айтатын боламын. Қандай симптомдар біздің бойымызда болса, бізде осы именно қалқанша безмен проблема бар екенін анықтай аласыздар. Және де лечение ретінде не қолданса болады. Осы мәселесін айтып кететін боламын, және диета ретінде сіздер үшін диетаны жазып, осы описанияның астына сақтап қоямын. Егер қалқанша безмен проблема болса, осы диетаны ұстайтын болсаңыз, сіз өзіңіздің проблемаңызды шеше аласыз. Бірақ қалқанша безінің барлық түрі емес, именно аутоиммунный тиреоидит кезінде осы диета әдемі көмектеседі. Сол себепті видео өте маңызды, пайдалы болады. Каналдарға лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Ал мен бастаймын. Жалпы қалқанша безінің ең бастапқы симптомы ол әлсіздікпенен мынау заторможенность деп айтады, орысша айтқан кезде адам баласы үйінен шыққысы келмейді қалады. Бірінші симптомда не үшін бізде әлсіздік байқалады? Білесіздер, қалқанша без деген ол осы жерде орналасқан, тамағының жақтағы орналасқан орган. Структурасымен кішкентай ақ болады. Бұдан кішкентай шығар, осы жерде тұрады, бұл айтқан кезде. Бұл біздің бүткіл ағзадағы обмендік процестердің бәрін ретке келтіріп отырады, және де ағзадағы гормональды реттеуіш ретінде өте біздің ағзамызға керекті орган. Негізінде қалқанша безі біздің миымыздағы гипофиз безімен өте қатты тығыз байланысты. Егер гипофиз бізде дұрыс жұмыс жасамайтын болса, қалқанша безімен де проблемалар өте көп болады. Сол үшін, егер де сізде қалқанша безімен проблема болатын болса, сізде ең бастапқысы әлсіздік, және де жұмысқа шыққыңыз келмей қалады, сондай симптомдар пайда болады жалпы. Қызық айттым. Маған бір жақында пациент келді, қалқанша без проблемасы сол айтады да, енді консультация жүргізген кезде сөйлесеміз, айтады: доктор, мен жұмысқа барғым келмейді, бұрында жұмысқа шыққым келіп жүруші еді, қазір вообще үйде жата бергім келеді, ешқандай тірлік істегім келмейді дейді, осылай айтып жатады. Сол себепті осылай. Екінші симптомы ол бізде мынау біздің денеміздегі бұлшық еттеріміз дұрыс емес жұмыс жасайды. Бұл айтқан кезде әлсіздік, бұлшық етте қатты әлсіздік пайда болады. Миымыз когнитивный функциясы түседі. Миымыз ол мысалға есте сақтау қабілеті болуы мүмкін. Және де мынау шаршап қала бересіздер. Бірдеме істейін десеңіз, шаршап қала бересіздер. Бірдеме көтерейін десеңіз, мысалға ауыр зат көтерейін десеңіз, мынау сіздердің бұлшық еттеріңіз соған шыдамайды да. Бұрында мысалға оп-оңай фляг шелекті көтеретін болсаңыз, гипотериоз кезінде қалқанша без проблема болатын болса, мысалы шелекте көтере қалмауыңыз мүмкін, өйткені гормональды обмендік процестер именно осы щитовидный железа атқарғаннан кейін біздің мынау бүткіл бұлшық етімізде болатын процестер баяулап қалады. Сол себепті осындай симптомдар пайда болады. Үшінші симптом ол біздің ағзамыздың барлық жерінде не пайда болуы мүмкін? Отек деп айтады, орысшадан айтқан кезде, қазақшадан білмеймін, ісіп кетесіз деп айтқан кезде. Тоже жақында консультацияға бір кісі келген, айтады да, қолдарым дейді ісіп кетеді дейді. Білетін шығарсыздар, кейде бір қыстың күні болады, бір далада жаурап ыстық үйге кірген кезде қол беті ісіп кетеді. Сол секілді қалқанша безімен проблема болатын болса, сіздердің қолдарыңыз, беттеріңіз, денелеріңіз жалпы, болмаса аяқтарыңыз ісінуі мүмкін. Осы бізде демек қалқанша безі сізде сигнал беріп жатыр деген затты береді. Төртіншісі бұл жаурай беретін боласыздар. Жаурай бересіздер. Особенно қыстың күні қаншама шуба кисеңіздер де, қанша куртка кисеңіздер де, куртканың ішіне жемпір киетін болсаңыздар да, ондай гипотериозбен ауыратын адамдар жаурау болады да. Бұл айтып атады, мысалға үйде біреу кетіп баратып, мысалға да, әкесі болсын, шешесі болсын, болмаса білмеймін, басқа біреу болсын, үйде біреу есік терезені ашып қалатын болса, сразу айтады: ойбай, ана терезені кім ашты, жабыңдар ана терезені деп біліп қояды да, қай жерден жел үріп тұрғанын. Өте сезімтал болады, неге? Суыққа. Бұл төртінші симптомы. Бесінші симптомы бұл көбінесе адам баласы гипотериоз кезде, аутоиммунный тиреоидит кездерінде
толып кетеді, то есть салмақтары ұлғайып кетеді. И ондай адамдар арықтай алмайды. Мысалға, мен инстаграмда курс сатамын да, курс «Жизнь без лишнего веса» деп аталады. Ол курсым менде арықтай алмай жүрген адамдарға арналған. Сол курсыма кейбір кезде именно осы қалғанша без проблемасымен келген кезде мен программаның қаншалықты өтсе де, бірақтам жаңағы вестары басқа адамдармен салыстырған кезде өте баяу түседі. Мысалға, здоровый адам, дені сау адам бір айдың ішінде 15 немесе 10 килограмм лақтыратын болса, қалқанша безімен ауыратын адамдар небәрі 2 мен 5 килограмм арасында ғана лақтыра алады. Бұл айтқан кезде 1-2 есе азырақ лақтырады. Содан кейін қалқанша безі проблемасы бар адамдардың аппетиттары онша болмайды. То есть олар тамақты жеген кезде талғаммен жейді, болмаса жегілері келмейді вообще. Аппетиттары в общем түсіп кетеді. Содан кейінгі 5-ші белгілері бұл бізде мынау нелері сөйлеген кезде дауыстары бәсеңдеп қалады, бүйтіп не деп сөйлеп қалуы мүмкін да. Қызық айттым мен. В общем, былай айтқан кезде не үшін ондай болады? Өйткені бүткіл моторлы функциялар бізде ағзада түскеннен кейін асиплозигоса пайда болады. Өйткені бір оның үстіне қалқанша біз ұлғайған кезде бізде голосовой связкаларға, жалпына біздің дауыс шығаратын аппараттарымызға әсер етеді, қысады. Содан кейін ондайлардың дауыстары деп қалған болып қалады да. Бұрында мысалы гүрілдеп нормально дауыс шығып жүрген адам болса, қалғанша без ауырғаннан кейін мына жерлері ісуін арқылы жаңағы дауыстары онша шықпай қалады. Жалпы егер де осындай сізде 5 симптомның біреусі болатын болса, демек қалғанша без гормон тексеру керек деген сөз. Ал енді қалай тексереміз, сол мәселесін айтып кетейін. Ең бастапқыда ең керекті анализдің бірі ол ТТГ гормонын тапсыру керексіздер. Вообще қалғанша безі дұрыс жұмыс жасамайтынын тексеру үшін 4 гормон керек. Ол біріншісі АТПО, жаза берейін, АТПО, екіншісі Т3, үшіншісі Т4, төртіншісі не айтып кеттім мен, что-то қуып кеттім, қараңыздар. ТТГ бірінші гормон, екінші Т3, Т4, АТПО, осы 4 гормонды жалпы тапсырасыздар. Егер де Т3-теріңіз, Т4-теріңіз ауырсып жатса, көбейіп жатса, демек сізде осы именно қалқанша без дұрыс емес функция жасап жатыр. Негізі самый основной гормон бұл жерде ТТГ. ТТГ-ңызға қарап, сіздің қалқанша безбен проблема бар ма, жоқ па біле аласыздар. Егер ТТГ-ның нормасы сіздерде экрандағыдай болатын болса, онда жақсы деген сөз. Бұдан асатын болса, демек проблема бар деген сөз. Негізінде дені сау адамның гормоны 2-3 болып тұру керек та. Осы 2-3-ның арасында жүретін болса, керемет, бәрі дұрыс деген сөз. Егер 4, 5, 6, 7, 8 деп көтеріле беретін болса, демек сізде гипотереоз, болмаса аутоиммунды тиреоидит, болмаса жалпы қалғанша безімен проблемалар басталды деген сөз. Ал енді лечение ретінде не қолдана аламыз? Қараңыздар, лечение ретінде любой леченияның терапиясы бұл бізде диета болып табылады. Осы кісінің соңғы жазған кітаптарына қараған кезде оқып шыққан өте керемет кітап. Кеңес берем оқушыларға. Бұл жерде қалқанша безінің қаншалықты біздің өмірімізде маңызды екенін түсіндірген кітап. Және де бұл жерде бізде лечение ретінде не қолданса болады, соны да жазған осы кітапта. Бұл кітапта былай жазған: лечение ретінде самый основной зат бұл палеодиета стану, болмаса кето диета стану. Бұл айтқан кезде характер питанияларыңызды ауыстыру керексіздер. Характер питания деген не? Ол мысалға ұнды тамақтарды алып тастау керексіздер, қантты тамақтарды алып тастау керексіздер, рафинированный углеводтар, көмірсуларды, соның бәрін алып тастаған кезде біздің ағзамызда қабыну процесстері басылып бастайды. Содан кейін сіздер өзіңізді керемет сезініп бастайсыздар. Мысалға аутоиммунды тиреоидит болатын болса, именно кето диета болмаса палео диета ұстау арқылы астында описаниеда мен осы диеталарды қалдырып кетемін, соны скачивать етіп оқып шықсаңыздар болады. Сол арқылы сіздер өзіңіздің денсаулықтарыңызды түзеп ала аласыздар. Кейінгісі ол витаминді қорын запасын бәрін толықтыру керек. Ол не ішу керек дейтін болсаңыздар, ең бастапқыда
водорөсіл деп айтады ғой, мынау водорөсілдар, буре водорөсіл бар. Жалпы йод керек ағзаға, содан кейін селен керек, витамин Д керек. Және де насыщенный жирный кислоты деп айтады ғой, мынау бізге пайдалы майлар керек. Май ретінде оливковое масло болады, болмаса льняное масло болады, болмаса кокосовое масло деген сияқты жалпы сондай майлар біздің ағзамызға өте керекті. Егер осы заттардың бәрін дефициттарын толықтыратын болсаңыз, онда сіздің қалқанша безіңіз емделіп кетеді. Жалпы прогноз қандай? Негізінде біздің Қазақстан Республикасы бойынша беретін, протокол бойынша беретін гормональ терапия өмір бойы ішуге ұсынады барлық дәрігерлер. Бірақтан, егерден сіздер уақытында дұрыс тамақтап, диеталарыңыз дұрыс болатын болса, физически активіңіз дұрыс болатын болса, дендеріңіз сау болатын болса, соған ұмтылатын болсаңыз, және де уақытылы профилактика ретінде өзінің дәрілерін ішіп отыратын болсаңыз, гормоннан бөлек, онда сіздер өздеріңіздің өмірлеріңізді өзгертіп, жақсырақ ауыстырып, осындай аурулардан арыласыздар. Ол факт, ол бар нәрсе, өйткені бізге келіп жатқан пациенттің көбісі сауығып кетіп жатыр. Енді гипертиреоз деген мәселе бар, бұл вообще басқа тема. Гипертиреоз ауруы былай айтқан кезде леченияға кішкене қиынырақ ол жағы. Бірақ гипотиреоз, аутоиммун тиреоидтер өте жақсы емделетін аурулар. Уақытылы бәрін жасаңыздар. Жақында маған бір қыз келді, жасы 14 пен 15 шамасында, мамасы алып келген. Ол қызда жаңағындай симптомдар, мен айтып кеткен осы 5 симптом болды. Небәрі бір айдың ішінде қазір қыз өзін өте жақсы сезінді, және гормондары да түсті. Сол секілді менің консультациям керек болған болса, номерға хабарласыңыздар. Ақылы түрде болады, WhatsApp-қа маған жазсаңыздар, маған ақылы түрде кеңес керек деп, мен сіздерге реквизиттарын жіберем, данныйларын жіберем, содан кейін консультация алып, лечениясын, диетасын бәрін жазып беремін. Ал егердем сіздерге осы видеоны ұнаған болса, каналды лайк басып, комментарий кетіңіз. Сіздердің болғанмен дәрігер Бағдат Сейтқазыұлы қанша без толығырақ видео көргіңіз келсе, өміріңізді өзгертетін өте маңызды видеолар, мына 2 видеоны көріп шығыңыздар. Сау болыңыз.